안녕하세요. 처음 인사드리겠습니다. 울림쌤입니다. 네, 오늘은 저 수업이잖아요. 오늘 저 수업 시간에는 한글의 역사를 간단하게 살펴본 다음에 자음과 모음, 그리고 발음 규칙들을 배워보도록 하겠습니다. Сәлем достар, қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің ең алғашқы сабағымыз корей алфавиті. Оқылу ережелері және корейше қалай акцентсіз сөйлеп үйрену керек, соның әдістерін қарастыратын боламыз. Ең алдымен біз корей алфавитінің қысқаша тарихына тоқталамыз. Кейін корей алфавитінің өзі, яғни ол неше әріптерден тұрады, неше дауысты, неше дауыссыз бар, падчим дегеніміз не, және оларды қалай оқимыз. Сондай-ақ ең соңында осы shadowing әдісі деген не? Бұл қандай әдіс? Оны қалай қолдану керек? Сол туралы сөз қозғайтын боламыз. Ең алдымен хангыл, яғни корей алфавитінің тарихына тоқталамыз. Хангыл의 역사. Корей алфавиті қалай пайда болған? Корей алфавиті пайда болғанға дейін шамамен 2000 жыл бойы Қытай жазу жүйесі қолданылған екен. Қытай жазу жүйесін біз ханча деп атаймыз. 1443 жылы Чосон династиясының 4-ші ханы Седжон ханның бұйрығымен қазіргі корей алфавиті жасалған. Корей алфавиті неше әріптен тұрады? Ол 10 қарапайым дауысты дыбыстан, 14 қарапайым дауыссыз дыбыстан, 5 қосарлы қос дауыссыз дыбыстан, 11 дифтонгтан тұрады екен. Ендеше әр қайсына жеке тоқталып өтейік. Бірінші бізде қарапайым дауысты дыбыстар. 10-нан тұрады дедік, я? Ендеше, біріншісі бұл бізде А. Қазақ тіліндегі А әріпімен бірдей дыбысталады. Яғни өзіміз білетін А әріпімен бірдей дыбысталады. Жазылуларын төменге бекітілген материалдар арқылы қарасаңыздар болады. Екінші әріп Я. Бұл да біз білетін Я әріпімен бірдей дыбысталады. Келесі үшіншісін қарайық. О. Енді осында назар аударайық. Транскрипцияның ішінде О және оның жоғарыда түртілгендігін көріп тұрмыз. Бұл не деген сөз? Яғни, бұл біз білетін О әріпінен өзгеше дыбысталады. А әріпін айтуға дайындалғандай, аузымызды кеңірек ашып, О деп дыбыстаймыз. Айтқан кезде тіл де иек те төмен қарай түседі. Келесі төртінші Йо. Бұл да сондай күйде айтылады. Яғни, осы Йо әріпін айтар кезде біз аузымызды кеңірек ашып, иегімізбен тілімізді төменге қарай түсіріп, Йо деп айтамыз. Өзіміз білетін Йо әріпінен өзгеше дыбысталады. Келесі бесінші әріп бұл бізде О. Бұл әріпті айтқан кезде біздің ерніміз, аузымыз алға қарай дөңгеленіп шығады. О. Алтыншы әріп бұл бізде Йо. Бұл да солай. Яғни, ерніміз алға қарай дөңгеленіп шығып, Йо деп айтамыз. Келесі У әріпі У. Бұл өзіміз білетін У сияқты дыбысталады. Сегізінші бұл бізде Ю. Ю әріпі де өзімізге таныс Ю мен бірдей дыбысталады. Ю. Келесі әріпі де солай. Және ең соңғы қарапайым дауысты дыбыс бұл И. Бұл да сол сияқты өзіміз білетін И сияқты дыбысталады. Ендеше мына сөздерді оқып көрейік. И, О, Ой, Ей, Ай, Ау. Мынада көріп тұрғандарымыздай алдында дөңгелек сияқты әріп тұр, я? Бұл қандай әріп? Бұл иң әріпі. Бұл дауыссыз, бірақ сөздің басында келгенде ол оқылмайды. Ол туралы кейінірек дауыссыздарды өткен кезде тоқталатын боламыз. Келесі бізде дифтонгтар. Дифтонг дегеніміз не? Дифтонг деп екі дауыссыздың қосылуының арқылы жасалған дауысты дыбыстарды айтамыз. Мысалға, біріншісінде бізде А мен И-дің қосындысы. Бірақ бұның дыбысталуы бізде Екінші, мына әріп бізде дыбысталуы ол Е. Үшіншісін қарайық. Мына әріптің дыбысталуы
Төртінші дифтонг. Бұл дифтонгтың дыбысталуы е. Енді қарайық. Бізге барлығы өзара ұқсас сияқты болып естілді, иә? Демек, міне, бірінші және үшінші дифтонгтар өзара ұқсас дыбысталады. Мына жерге жазып қойдым. Бірінші және үшінші дифтонгтар деп дыбысталады. Екінші және төртінші дифтонгтар бізде деп бірдей дыбысталады. Мына жерге жазып қойдым. Оларды қалай ажыратамыз? Біз жаңа сөздерді жаттаған кезде олардың жазылуын бірге жаттауымыз керек. Сол кезде, яғни жазар кезде тек оларды ажыратып жаза алуымыз қажет. Келесі дифтонгтар бізде о мен аның қосындысынан жасалған дифтонг о. Келесі у мен оның қосындысынан жасалған о. Сегізіншісі бізде у мен идің қосындысынан жасалған дифтонг уи. Тоғызыншысы о мен идің қосындысынан жасалған дифтонг, бірақ оның дыбысталуы уе. Келесі оныншысы о мен әнің қосындысынан жасалған дифтонг уе. Ең соңғысы бұл бізде у мен әнің қосындысы уе. Яғни мына екеуі өзара бірдей дыбысталады. Оларды жазған кезде айырып, ажыратып жазуымыз қажет. Енді мына сөздердің оқылуын тыңдап отырып бірге қайталап көрейік. 다음을 듣고 따라 읽으세요. 야구, 여자, 요리, 유리, 의사, 얘기, 예, 외대, 회사, 의자, 교회, 돼지, 샤워, 지워요, 스웨터, 가위, 위, 왜, 웨이터, 여우, 사과, 화가, 우유, 가요, 귀, Тамаша, достар, енді келесі қарапайым дауыссыз дыбыстарға көшейік. Қарапайым дауыссыз дыбыстар. Ең бірінші әріп бұл бізде күйок деп аталатын әріп. Ол к және г деп дыбысталады. Қандай жағдайда к, қандай жағдайда г деген сұрақ туындау мүмкін, иә? К бұл бізде, яғни көбінесе сөздің басында келсе к, ортасында келсе г болып оқылады. Бірақ бұл қатып қалған ереже емес, яғни подчимге байланысты оқылу ережелері өзгеруі мүмкін. Оны кейінірек айтатын боламыз. Келесі екінші әріп бұл бізде ниын әріпі. Бұл бізде өзіміз білетін н әріпі сияқты дыбысталады. Н, яғни. Үшінші, бұл бізде тигіт әріпі.
ол т және д әрпі болып оқылуы мүмкін. Яғни көбінесе сөздің басында келсе т, ортасында келсе д болып оқылады. Бірақ кейбір сөздер ережеге бағынбауы мүмкін. Төртінші, бұл бізде рейл деп аталатын әріп. Ол кей жағдайда л, кей жағдайда р болып дыбысталады. Оны да кейінірек қарастыратын боламыз. Бесінші әріп миым. Бұл бізде өзіміз білетін м әріпімен бірдей дыбысталады. М. Алтыншы, бұл бізде пиып. Пиып әріпі п немесе б болып дыбысталады. Бұларды мыналар сияқты, яғни оқылу ережелері өзгеруі мүмкін. Келесі, жетінші әріп бұл бізде счет деп аталады. Ол көбінесе с болып оқылады, бірақ ережеге бағынбайтын сөздер де бар. Келесі, иың әріпі бұл бізде ың, қазақ тіліндегі ың әріпімен бірдей дыбысталады. Және оның өзінде оқылу ережелері бар. Келесі, тоғызыншы әріп чиыт. Бұл ч немесе дж және ағылшын тіліндегі дж әріпімен әсерлесу арқылы, яғни соларға ұқсас ретінде дыбысталады. Дәл сол болмағанымен де соған ұқсас жақын болып, яғни сол екеуінің ортасындағы бір дыбыс ретінде дыбысталады. Ол өзіміз білетін кәдімгі ч депті емес, кішкене дж. Сондай бір қаттылық акцент кішкене болады. Келесі, х әріпінің әсерлесуімен дыбысталатын демеулік дауыссыз дыбыстарды қарастырайық. Міне, чиыт әріпі бұл ч, кішкене х-ның әсерлесуі бар. Яғни бұл өзіміз білетін ч-ға кішкене көбірек ұқсасырақ. Ч. Келесі 11 бұл к, киік деп аталатын әріп. К, х-ның әсерлесуімен дыбысталады. Кәдімгі к-ға қарағанда айырмашылығын байқап тұрған боларсыздар. К. Келесі бұл тиыт әріпі т деп дыбысталады, яғни х-ның әсерлесуі бар. Пиып әріпі де солай п. Келесі 14-ші бұл хиыт. Хиыт әріпі бұл өзіміз білетін х сияқты дыбысталады, бірақ кейбір жағдайда ол кішкене білінер-білінбестей болып оқылады, яғни қатты акцент түсірілмейді, мысалға сөздің ортасында келгенде. Келесі қосарлы дауыссыз дыбыстар деген қандай дауыссыз дыбыстар? Мінекей қарайық. Күйек әріпінің екеуі келіп тұр, яғни бір күйек әріпі екеу болып қос дауыссыз дыбысқа айналған, Бұл бізде к деп оқылады. Яғни қатты бір акцент түсіріліп оқылады. К емес жай ғана к. Мынау да сол т, п, с, ч. Енді мына сөздерді тыңдап, қайталап көрейік. 듣고 읽어보세요. 코끼리, 끄다, 가짜, 허리띠, 따다, 아빠, 뽀뽀, 나쁘다, 싸다, 아저씨, 쓰다, 뿌리, 찌개, 짜다, 빠르다. 그럼 여러분, 이번 수업은 이상으로 마치도록 하겠습니다. 받침과 발음 규칙에 대한 영상을 이어서 보시기 바랍니다. 안녕, 감사합니다. 수고하셨습니다.